может быть до 3 браков. Айтса болды, орындала қоятын танымал нумерологтың кезекті болжамы кімге жасалды? Говорить о том, что это его женщина, его половинка, я об этом не скажу. Қазақ шоу-бизнесіндегі тік мінезден шігім. Он часто обижал и своих друзей, и своих близких, и родных, именно своей прямолинейностью. Ал аты шулақ пота мен Дәурен жұбының махаббат хикаясы қалай жалғасын таппақ? Даурен не ее мужчина. Күзденбаева ханым Төреғали Төрәлі туралы не дейді? Все его любят, и все ему прощается. Он баловень судьбы. Тағдыры басынан сыйпаған Төреш туралы әріптестерінің пікірі қандай? Ән айтқанымды міндетсінбей айту керек та. Планетаға сыймай кетіп жатқан жастарды көріп жүрміз, өкінішке орай. Бізге жұлдыз болып ерте ғой. Көптен күткен қуаныш. Шоу-бизнес өкілдерінің қайсысы бөпелі болып? Ұлымызда 25 жыл күттік десек те болатын шығар. Ұлды болдық енді. Өте керемет. Ал қайсысы сәбидің иісін аңсап жүр? Бала асырап алуды ойлап жүрген кім? Соңғы уақытта осындай ойлар қазір кішкене мазалап жүр. Менде болашақта ойымызда ондай бар. Пікірлер шайқаса. Меруерт Түсіпбаева Баян Мақсат қызына ашула. Баян ба, саян ба, қоян ба, бәрібір. Өзімнің пікірімді білдіруге құқылымын. Қос жұлдызды жау қылған қай мәселе? Ол кісі тракторшылар туралы, сиырлар туралы түсіре береді. Бірақ Жаңа жылға жаңа леппен, жаңа бақыт, жаңа қуаныш, жаңа жырмен. Дәл осындай ұстаныммен жаңа жылын бастаған отандық жұлдыздар үшін 2018 жыл сәтті басталғандай. Бір ана, бір әке атанып жатқан өнерлі топ Instagram әлеуметтік желісіндегі парақшаларында жақсылықтарын жарса жазып, сүйіншілетіп жатты. Алғашқылардың бірі болып, Қайрат Нұртастың бөлесі Ақерке Тәжібаева сүйіншілі жаңалықтың иесі болды. 7 қаңтар күні қобызшы ару ана атанды. Алақаным менің, арайлансын атар таңың сенің, балапаным менің, балапаным менің. Құттықтауларыңызға рахмет, Анна ханым. Ең бірінші Аллах тағалаға мың шүкір, дүниеге аман есен тұңғыш сәбиіміз келіп жатыр. Қуанышымызда шегі жоқ. Жақсылықтың жаршысы болғандардың келесі кезегінде Заман тобының әншісі Әсет Қарабалин бар. Кішкентай болдым, ұлды болдық. Екінші баланың әкесі болдым. Біріншісі Раяна деген қызымыз бар. Ауылдағы өзінің әкем есімін қойып, Раяна деген қызымнан кейін Ихсан деген ұл дүниеге келді. Жақында осы 3-4 күн болды. Аллаға шүкір, жақсы. Анасы да өзі Аллаға шүкір үйге шығарып, қазір сол ұлды да қызықтап жатырмыз. Ұлы мен жұбын перзентханадан шығару сәтіне журналистердің келуін қаламаған әнші тек қана айта берсін бағдарламасына дәл сол қуанышты сәтінде түсірілген эксклюзивті видео мен суреттерін жолдады. Жолдасымның әкесі сол кісі Ихсан деп қойды. Мұсылман есім ба жоқ қой? Мұсылман есім, ол мағынасы Аллаға сену, және де манағыдай көптеген мағыналар білдіреді. Шынайылық деген мағынаны да білдіреді. Сондай жақсылық дегенді білдіреді. Қоңыр тобының әншісі Мархабат Мықтыбаевтың да қуанышы қойнына сыймай жүр. Талантты азамат қаңтар айында 5-ші рет әке атанды. Ұлымызда 25 жыл күттік десек те болатын шығар. Әрбір қазақ демей қой, әрбір отбасы кез келген өзінің ұлында кішкене артынан қалған бір мұрагер болса екен деп армандайды ғой енді. Сол енді күте бір енді шын 25 жылдай күттік. Ойланған кезімізде соңғы 1-2 жылда кәдімгідей ойланды, не болар екен, шынымен артымызда бір тұяқ қалмас па екен, не істесе болады екен деген. Сөйтіп әйтеуір Құдайымызға жалбарынып, Алла тағаланың құдіретімен мынау жылдың басы менің үшін, менің жанұям үшін үлкен бір қуанышпен басталды. Жанұямызға 4 қыздан кейін ұл келіп жатыр, сонымен қуанып,
қуанып жатырмыз. 4 қыздан кейін дүниеге келген ұлына есім таппай әуре болған әнші қамшыстарына ат қою үшін ұзақ ойланған. Есімі көп болды. Өзім енді бір қалың дәптер общий тетрадь дейді ғой, сол демей-ақ қояйын. Бірақ 12 листі, 12 парақты дәптерде жаңағы толды деп те айтпай-ақ қоямын. Сол 12 беттік дәптердің бір 5-6 беті толды аттарға. Ол атты жаңағы интернеттен дейді, қарап, оның мән мағынасына үңіліп, жаңа ұл деген мен естігеннен кейін көптеген ұлдың есімдері өте керемет екен. Сондай бір 4-5 бет ұлдың бетін жазғанмын. Соның ішінде енді достарым да, басқаларға да ұсыныс тастадым. Олар да үлкен ат салысты, шыны керек. Сонымен Ақ жүрек деген ат қойылды. Ақ жүрек деп дүниеге есім келді. Бұл атты Сержан Молдасанұлы қойды соның атымен. Және де Сержан Молдасанұлы мен Аманкүл екеуі өкіл әке шеше болып тағайындалып, соны қуанып жатқан жағдайымыз бар. Жұлдыз әкелер тобының қатарын толықтырған Мұқасан Шахзадаев та жыл басында ұлды болды. 4-ші рет. Мұқасан жас қой маған қарағанда. Құдай қаласа бәрі алда. Өткенде маған да жаңа әзілдеп, мынау 50 бай болып отыр. 50 бай қойдым. Жоқ, 50 бай болмайды. Мен 50-ге жеткен жоқпын. Әлі 3-4 жыл бар. 50-ге келген кезде Құдай бұйыртып жатса, сонда қоярым деп қалжыңдап жатырмын ғой. Адамның денсаулығы жігітте де, жаңағы келіншегінде де жақсы болып тұрса, қаралып бәрі жаңа мамандар дейік те, енді дәрігерлер мамандар рұқсатын беріп жатса, қуаныш қой, алып келіп жатса жақсы ғой. Құттықтадым, әлі Құдай қаласа 40-нан шықсын деп отырмын, енді арнайы барамын. Бірақ мархабатқа үлгердім. Жаңағы перзентханадан шығаратын кезде Мұқасанға енді ол кезде өкінішке орай мен неде болдым, санаторияда жатқан едім. Бірақ телефон шалып құттықтадым. Қуаныштымыз осындай қазақтың санын көбейіп жатқанына, осындай өнерпаздардан ұрпақ Алла тағала сыйлап жатқанына. Жалпы әрқайсының отбасына бақыт тілеймін осындай. Былтыр ғана қазақ шоу-бизнесінде бейби-бум болғаны ел есінде. Бір қатар танымал әншілер, әртістер мен спорт өкілдері нәрестелі болып, қуаныштармен бөліскентін. Бұл жақсы дәстүр биыл да жыл басталмай жалғасын тапты. Қуанышмен бөлісер жұлдыздар легі бұдан кейін де жалғаспақ. 2018 жылы сәбилерінің дүниеге келуін тағатсыздана күтіп жүрген жұлдыздардың қатарында Сәкен Майғазиев, Салтанат Бақаева, Бүркіт пен Аиша да бар. Әріптестерінің жағымды жаңалығын естіп, елден сүйінші сұрайтын Жанболат пен Жазира да нәрестелі болуды армандап жүргенін жасырмайды. Тіпті қаңтар айында шетелге демалысқа кеткен әншілердің суреттерін көрген оқырмандар Жазира ханымның толып кеткенін байқап, құттықтауға асығыстық танытып жатты. Енді біз негізі демалысқа көп шығармаймыз ғой. Бір осы айда бір кішкене уақыт болды. Кішкене бір ойымыз сегізіп қайтайық. Демалып, кішкене жаңағы. В общем, жаңағы осы уақыт болып қалды, демалу керек болды. Біз көп демалмаймыз айттым жаңағы. Сонымен Араб еліне барып, сол жаңағы Дубайға барып, соны тамашалап қайттық. Теңізге түстік. Теңіздің жаңа су біздің Аралдың теңізіне ұқсайды екен. Тұзды, керемет. Жазира қонақ болды. Достарыңды оқитын болсаң кеткіңіз келмеді, су керемет деп. Су керемет екен, бірақ күннен кішкене қарайдым. Жанболаттың түсіне жақындадым. Жалпы демалыс деген керемет екен ғой. Мен бірін ойлайтын. Демалыс жастарға не керек? Қартайғанда, пенсияға шыққанда демаламыз ғой деп ойлайтын. Өйткені біздің тәрбиеміз солай болды. Мысалы, бұрын ауылда жүреміз ғой. Таңертеңнен кешке дейін үй шаруасымен. Аралда жүргенде кейбіреулер келеді, келін-ау шаршадың ба дейді. Сөйтсе, енем айтады, жас адам шаршайтын бе дейді. Сол енемнің сөзімен санамасы әбден сынып қалған ғой. Демалыс керек емес деп жүрсем. Сөйтсем керек екен. Салмақ тастай алмай қиналған кезім ешқашан болған емес. Бұл жолы мен демалыстан да толдым деп айта алмаймын. Демалыстың алдында ем қабылдадым. Сол ем адамның тәбетін ашады. Ішінде дәрумендері бар.
бетімді ашып алдым да ары қарай демалысқа кеттім ғой. Ол жерде неше түрлі тамақ болғаннан кейін ана жерде көзің тоймайды екен. Үйдегі жоқ тамақ дейсіз. Иә, керемет дәмді тамақтар бар екен. Жаңа теңізде шоқ кішкене ойымыз бөлінгеннен кейін ұйқы уақытысымен ұйықтайсың. Таза ауа, су. Сол жаңағы мен салмақ қоссам бірден бетіме қосылады. Әркімнің әр жеріне қосылады ғой. Менің бетіме қосылады. Сол бәрі үйге кірген кезде үйде қайным, сіңілім қарады да деп күлді. Мен содан кейін комплекс пайда болды. Мен толғаным күлкілі екен ғой деген сияқты. Шынында да әлеуметтік желіде де адамдар толып кетіпсіз деп жазып жатты. Аяғыңыз ауыр ма, немесе не үшін толдыңыз деген сияқты көптеген дайректке хаттар келіп жатты. Сон бәріне жауап беруге уақытты үнемдейін деп бір пост арнадым, себебін айту үшін. Бірақ мен 2-3 күн болдым, мен дұрыс бұрынғыдай қайтадан аз мөлшерде тамақтанып жүрмін. Ойлаймын, бір 2 аптада мен баяғы салмағыма келем деп. Түсінікті, балалы болуды армандап жүрген келіншектердің ем алу кезінде салмақ қосатынын біз де естіген едік. Демек, ұлыңыздың артынан еретін сәбидің дүниеге жылдам келуін қалап жүрсіздер ғой. Соңғы уақытта осындай ойлар қазір кішкене мазалап жүр. Бірақ мен барымда салып, екеуміз барымызда салып емделіп кіріспедік. Енді ғана кірісіп жатырмыз. Кішкене емделіп қоямыз да ары қарай жұмыстармен кетіп қаламыз, үзіліп қалады емдеріміз. Енді үміттеніп қазір жан-жақты емделіп жатырмыз. Ал бала асырап алуға қалай қарайсыздар? Енді кейде бір балам бәрі бірдей періште ғой енді. Егер сондай сәт түсіп қалып сондай болып жатса, неше түрлі жағдай болып жатып, балаларын тастап кетіп жатқандар бар. Сүйкімді сондай сәт түсіп жатса, әрине. Мен бірақ бәрібір тегіне қарар едім. Ол бала қандай жағдаймен балалар үйіне түсті? Әке-шешесі қандай жағдаймен тастап кетті? Әке-шешесі қандай адамдар болған? Жауапкершілікті алу керек екен, ол баланың тегі жақсы болса, ол бала жақсы бала өседі. Мен сол жағынан қатты қорқам. Егер баланы керек емес деп тастап кеткен бала, тастап кеткен ата-ана, одан шыққан бала қандай болады деп содан қатты қорқам. Ал осы тақырыпта осы тұрғыдан ұлдарыңызбен сөйлесіп көрмедіңіз ба? Былай болса қалай болады деген сияқты пікірін естімедіңіз ба? Мен сөйлестім. Ұлымыз да бізбен бірге қазір ойланып жүр. Бірақ енді ол есеп қалып қарсы емес шығар. Жоқ, ол қалай болғанда да біздің өзінің әке-шешесінің бақытты болып жүргенін қалайды. Қазақ эстрадасының жарасымды жұбы Тоқтар мен Бейбіт те бала асырап алуға қарсы еместіктерін айтады. Бүгінде 3 ұл тәрбиелеп отырған үлгілі отбасы қыз баланың ата-анасы болуды армандайды екен. Біздің де болашақта ойымызда ондай бар. Біз одан ол әңгімеден алыс емеспіз. Ол бір-екі рет біздің арамызда ондай әңгіме қозғалды, болды. Бірақ сол бір уақытты күтеміз, білмеймін, бір бұйырған уақыты болатын шығар. Ондай ойымызда бар бізде де. Қаңтар айында 5-ші баланың әкесі атанған Мархабат Мықтыбеков те 4 қызы дүниеге келгеннен кейін ұл асырап алу жайында жұбай екеуінің ойлары болғанын жасырмайды. Тек менің ойымша бірінші өзін туған туыстарынан асырап алса, өз руынан асырап алса, мысалы, жақсы болатын еді, соған келісіп атса. Екінші, оған енді қазір бұрынғы заман емес қой, балалардың саны шектеулі, баяғыдағы бір 10-нан біздің әке-шешелеріміз сияқты 7-8-ден жанұяда жоқ. Әркімнің бір асырап атқан туған 3-4 баласын ешкім бермейтін шығар деп ойландық қой. Асырап алған дұрыс шығар. Асырап алған дұрыс, ол бала деген үйдің бақыты, ол қуаныш, көз қуаныш. Екі, ол мысалы сол баласы жоқ болғаннан ажырасып кетуі де мүмкін. Иә, бір-бірімен
бала ол жақындаштырады. Асырап алған дұрыс менің ойымша. Әрбір сұрағымызға үнемі көңілді жауап беретін Меруерт Түсіпбаева болса, бұл сауалымыздан соң көзіне жас алды. Ұлын жалғыз өзі тәрбиелеп отырған әнші, әр актриса көп балалы ана атану арманынан алыстап бара жатқандай. Өйткені бір кездері бала асырап алуға түбегейлі бел буған Меруерт ханым бұл шешім үшін ұлынан сөз естіп ойынан айнып қалыпты. Балам шынын айтсам эгоист. Мен өзімнің жиен туыстарыма да былай болады ғой, андай немере туыс, жақын әпкеңнің баласы, әпкеңнің қызы, соларға да бір қамқорлық сезім білдіріп атсам, балам сондай жақсы қарамайды. Балам, міне жақын арада біз Түркия мемлекетіне қыдыруға барар деп жоспар құрып отқанда, мен кішкентай сіңлімнің қызын бірге алатын болдым. Соны балам ұнатпады. Сонда мен ойланып қалдым, енді қалай болады екен? Мен өзім үлкен отбасында өстім. Өте үлкен отбасында өстім, Құдайға шүкір. Жалғыз бала деген өте, мен ойлаймын, мен түсінбеймін ешқашан баламды. Балам да мені түсінбейді. Өйткені мен басқа ортада, басқа атмосферада өстім. Ал балам мүлдем басқа ортада, басқа атмосферада. Біз бір-бірімізді ешқашан түсінбейміз. Кішкентай кезінде бауыр керек деп айтатын, қазір мүлдем жоқ. Бірақ балама айтқанда балам айтты: мама, мен әр заманда оның бөтен адам екенін, менің қаным емес екенін, я буду всегда знать, что он чужой, и мне будет неуютно. Оның жанында мен өзімді бауырым деп сезіне алмаймын. Қалай да болғанда ол бізге бөтен адам деп, балам мені тоқтатты. Баланың эгоист болып өскені дұрыс емес деген пікірді ұстанатын Бейбіт Сейдуалиева болса, 3 ұлына бірдей тәрбие беруге тырысатынын айтады. Суреттеріңізге, видеоларыңызға қарасам, кішкентайларыңыздың, әсіресе егіздеріңіздің тәп-тәтті қылықтары шығып жатыр екен. Біресе қолдарына домбыраны алады, біресе билейді. Демек, әке-шешесі сияқты өнерге жақын болып тұр ма, жоқ сіздер сөйтіп тәрбиелеп жатсыздар ма? Негізі біз сөйтіп тәрбиелеп жатқан жоқпыз. Өздері ән қосылса, музыка қосылса, домбырасын ала жүгіріп, жаңағыдай өтірік не қолына қасық түсе ма, қолына жаңағы бір менің тарақтарым түсе ма, кез келген затты алады, микрофон қып, әке анашым деп өлең айтады. Өздерінде бар деп ойлаймын. Өйткені ән музыка қосылса, көтендерін бұлтыңдатып билей бастайды. Кесін кемесін дауыстарын шыңғырып айқайлап, бар білетін әндерін бәрін қосылып айқайлап айтады. Енді біздің кішкентай Әлинұрымыздың өзі әндері, айтқан өлеңдері ерекше. Өзі болашақта ақын болатын да шығар. Әкесіне тартқан, өйткені кез келген әнге ана, әкешім, апа бәрін сөзін ыңғайлап, сыйдырып орындайды. Үйде жүріп айқайлап, үйде жүрсек үстіде айқайлап өлең айтып жүреді. Шабыты келсе айқайлап бір айтып алады. Сондай әдетіміз бар. Енді оны болашақ көрсетеді. Әрине бала бәріне бейім, бәріне хабар болған жақсы ғой барлық нәрсеге. Инстаграмдағы парақшаңызға қарайтын болсақ, ешқайда шетелге демалуға шықпаған сияқтысыздар. Неге? Өйткені біз осы 2017-нің тамыз айында шетелге шықтық, демалдық, бала-шағамызбенен 11 күндей демалдық. Керемет жерде, керемет қалада, керемет отельде жаттық. Оған өкпе жоқ. Бірақ балалар кішкентай екен, балалармен демалған құрлы болмайды екенбіз. Қанша қасымызда балаларға қарайласатын адамдар да болды, күтетін адамдар да болды. Сондықтан да балалар нәзік, әлі переадаптация дейді ғой, табиғаты жаңағы сондай кішкене балаларға ыстық күннен аллергия беріп, сондай кішкене мазамыз қашты. Енді келесі жылдан бастап жайлап демалысқа кірісеміз. Өйткені балалар әлі кішкентай, тынымсыз, сосын мынау сыртқа көп шығып үйренбеген балалар екі есе жаңағыдай
несі ойыны жаңағы айқайлап шыңғырып күшейіп кетеді екен. Мейлі менің балаларым сондай ма білмеймін. Маған өте қиындыққа соқты, сонан демалған орын болмадым. 11 күн жатсам да 11 күнде уайыммен жаңағы сондай балалар ауырып қалмаса екен деп сондай демалыс болды енді. Биылғы жылы қыс айларында суға түсіп күнге күйу Мөлдір Әуелбековаға да бұйырмапты. Жыл бойы тапқан табысын сандыққа салып сақтаған әнші жұмысының жемісін өз ғана көрмей, ол сомаға әкесіне үлкен сыйлық жасаған. Мен барған жоқпын. Мен шетелге барып демалудың орнына өзім әкеме бір жақсы сыйлық жасадым. Қандай? Айтпай қойшы. Көлікті сыйладыңыз, көлігіміз? Жоқ, көргенім. Сол шетелге байланысты. Демалысқа жібердіңіз? Құлшылыққа жібердім. Ал енді Шахизада ханым, кеш жарық, сізді көрмегелі біраз болды. Түс сондай болып тұр ма? Свет сондай болып тұр ма десем, сіздің керемет загарыңыз екен ғой. Қарап тұрмын ба? Қалай өтті демалыс? Өте керемет өтті. Өте жақсы. Өзім ойлағандай болып шықты. Өйткені ол жаққа мен шынымды айтсам, көпшілік айтты, не сондай жерге барып, сондай керемет табиғатқа барып тұрып, неге бейнебаян түсірмейсің деген әңгімелер, ұсыныстар болды. Мен айттым, 3 бейнебаянды түсіріп, бәрін бітіріп, енді жұмысты мен тек демалуым керек, денсаулық керек деп таза демалысқа кеттім. Өте жақсы демалып келдім. Маған қатты ұнады. Бірақ кейбір тыңдарман, оқырмандарыңыз айтып жатыр, бұл жерде Шахизада ханым достарымен емес, өзінің сүйіктісімен, махаббатымен құпия болып жүрген, сонымен кетті деп. Жоқ, оның бәрі әңгіме, жай әңгіме. Достарыммен кеттім. Таза достарыммен, туғандарыммен. Өзім сүйіктіммен барған жоқпын. Менің сүйіктім осы жақта қалды шаруаларымен. Сондықтан ол енді сүйіктіммен басқа уақытта барам. Оған да уақыт жетер. Енді менің білуімше, Мальдив аралдарына барып демалу ол арзан дүние емес. Ең қымбат демалыс орындарының біріне барыпсыз. Қанша кетті, жобалап айтсақ? $400 кетті. 4000 шығар. Жоқ, $400. Өткені ол демалыс мен үшін тегін. Тегін болғандықтан $400-ға былай массаж алдық. Сосын жағы тағы бірдеңелер майда шүйде сол жақтың жеміс жидектерін сатып алғанға $400 кетті. Сондай қымбат жер екен. Негізі тегін демалып келдім. Ал бұл Ернар Айдардың Таиланд елінде өткен демалысына куә суреттер. Саяхаттауды ұнататын әнші бұл жолы шетелге сүйікті жарымен бірге барған. Жақсы, қалым жақсы, Құдайға шүкір жақсы барлығы. Қысқы демалыс әдемі барлығы. Керемет болды, бір кішкене ой сергітіп, жаңа шабытпен, жаңа леппен. Қателеспесем, сіздер Таиландқа бардыңыздар. Не себептен сол елді таңдадыңыз? Енді күн ыстық, Таиландты біріншіден мен көрмегем. Сол Таиландты көргім келді. Сол жаққа барып. Жұбайыңызбен? Жұбайыммен, иә. Енді Баян Мақсатқызының камерасына түсіп қалған екен сіздер. Инста-сторида жүрсіздер. Жалпы білдіңіздер ма сол видео салынатынын? Мен енді суретке түсіріп жатыр деп ойладым, бірақ енді ол жағын білмедім. Мен жалпы суретке түсіріп жатыр деп мен ойладым. Сөйтіп тұрдым. Болды. Сосын маған айтты, видео деді, сосын кейін барып білдім. Бірақ историяға кетеді деп ойлаған жоқ. Сіздер енді барлықтарыңыз әріптестер болып келісіп алған сияқтысыздар. Барлықтарыңыз бір мемлекетте, бір елде, бір демалыс орнында жүрсіздер. Вот, міне қараңыз, сондай бір кездесу болды, бірақ біреумен арнайы кездессең, арнайы келсең де сондай болмайтын сияқты. Білмейміз біз. Бір-біріміз, мен ол жақта кім келетінін ешқандай білмеймін мен. Сөйтіп кездесе қалдық, болды. Сол жақта жаңа жыл болған, сол концерт болды, сол концертіне отырған кезде кездесіп қалдық. Біздің жанымызда отыр екен столда. Мен енді білген жоқпын мен. Кімдер бар екен сөйтсе әріптестеріңізден? Енді жүр ғой, енді сол жерде барлығы жүр ғой. Енді атап өтіңіз. Көрдіңіздер ғой, көрген адамдар солар бар да. Айқын жүр. Мен асықсың. Аржаққа алаңдап тұрмын, байқап отырса. Не себептен алаңдап? Концертке шығамын. Енді шақырады ғой. О, Ернар мырза, тым жақсы басталған сұхбатымыздың сәнін кетірдіңіз-ау. Сахнаға шығуға асығып тұрмын дейсіз, бірақ біз білеміз, сценарий бойынша сіз концерттің басында емес, ортасында ән айтуыңыз керек болған. Әлде Айқын мен Жұлдыз туралы қойған сауалымыз көңіліңізге жақпай қалды ма? Жасырғыңыз келеді екен. Жақсы, бірақ сіз айтпасаңыз да, қос әншінің Таиландқа барып демалып келгенін ел баяғыда біліп қойған. Оған Баян Мақсатқызының Instagram желісіне жүктеген суреттер дәлел.
Айқын Төлепберген мен Жұлдыз Өмірғали екеу ара сезімдерін ғана емес, ортақ ұлдары бар екендігін де жасырып әлек болып жүр. Бірақ айта берсін бағдарламасына эксклюзивті сұхбат берген Клара Күздембаева бұл жұптың бар құпиясы ертеме кешпе ашылатынын айтқантын. Оған себеп Айқынның туған күн даталары дейді нумеролог. Танымал әншінің туған күнін, айы мен жылын қосып, тағдырына болжам жасаған нумеролог Айқын скептик, яғни еш нәрсеге сенбейді деп айтқан болатын. Дегенмен нумерология бұл ғылым, ал сандар еш уақытта алдамайды. Клара ханымның бұл сөзінің жаны бар. Себебі Клара ханымның Ақбота Керімбекованың 3-ші рет тұрмысқа шығатыны, Алтынай Жорабаеваның ажырасып кететіні, Экс Есентаеваның қайта әппақ той көйлегін киетіні, Қайрат Нұртас пен Жұлдыздың сахнаға қол ұстасып, ән айтып шығатыны жайлы айтылған болжамдары расында да орындалды. Алматы қаласына көп келе қоймайтын Клара Күздембаева Мәскеуде тұрады. Оның жұмыс кестесі жарты жылға алдын ала жоспарланып, жазылып қойған. Күні кеше Қазақстанға ұшып келген танымал нумерологтың келгенін естіген біз онымен қайта кездесіп қалуға тырыстық. Олай болса, Клара ханымның эксклюзивті сұхбатын тыңдауға сақадай сай отырыңыздар. Біздің кезекті кейіпкерлеріміз ел аузында жүрген Дәурен Айдарқұлов пен Ақбота Сейтмағамбет. Біресе біргеміз, енді бірде ажырасып кеттік деп түрлі жаңалықтармен елді шатастырып жүрген жұптың қазіргі қарым-қатынасы қандай? Бұл жұптың бірге болуы мүмкін бе? Сандар сөйлесін. Даурен родился 6 сентября. Этот день нумерологии называется День непредсказуемой судьбы. Во-первых, носитель знака артистизма. Но при всем при этом у него очень сложный характер. В быту он, конечно, тяжелый, нетерпеливый. Нетерпеливый. И, как правило, характер еще с годами будет меняться в худшую сторону. Чтобы не обижался, как обиделся этот певец Айкын, что про него так говорят. Но у меня же нет ничего личного к нему. И об этом говорят его цифры. Но при всем при том, что у него сложный характер, он честный, он врать, хитрить не может. К сожалению, у него в программе написан не один брак. Может быть, до 3 браков, может быть, даже и больше. Конечно, ему нужно терпению, учиться терпению, потому что быту он тяжел. И самое еще, что я хотела бы отметить, ему нужно научиться отказывать людям. Он не умеет говорить «нет». Как правило, такие люди помогают, потом еще остаются виноваты. Что ему? Вот это чувство неудовлетворенности, которое у него присутствует, вообще, на самом деле, вы не знаете его судьбу, он рано повзрослел. У него достаточно было сложное детство. Я не могу сказать подробности, что у него могло быть. Но, тем не менее, у него в программе 1 единица. А, как правило, когда в программе присутствует 1 единица, как правило, такие люди бывают разбросанные, неуверенные, с заниженной самооценкой, с комплексами. И они себя реализуют больше после 37 лет. И, как правило, они пасуют в отношениях. Конечно, ему нужна женщина также заниженной самооценкой. Почему? Потому что тогда он сможет выстроить с ней правильные отношения. Түсінікті ақ, расында да Дәурен Айдарқұловтың Ақботаға дейін ресми түрде үйленген некелі жарының болғанын білеміз. Ақбота болса, өзін актердің 3-ші әйелімін, яғни өзіне дейін де Дәуреннің 2 рет некелі әйелдер болғанын айтқан болатын. Сонда қалай, Клара ханым? Айдарқұлов мырзаның тағы да отбасын құруы мүмкін бе? Экс-кешьюлік әншімен араларындағы махаббатқа шын мәнінде нүкте қойылған ба? Что касаемо его партнерши, конечно, она хороша. Она для него донор, Ақбота. Она большая труженица, очень эмоциональная, талантливая, но не его женщина. Почему? Потому что у обоих отсутствует 4. Ақбота тот человек, у которого эмоции преобладают над разумом. Конечно, в быту она еще тяжелее, чем он. Еще тяжелее. Даурен еще где-то может промолчать, потому что энергии мало, а здесь эмоции идут впереди. Одни, как говорится, хорошие, но бывают временами невыносимо, тяжелое. Поэтому, но опять-таки это не панацея, то, что на самом деле могут ли отношения строиться. С одной стороны, приносящая удачу, женщина-амулет, донор, это хорошо. А при всем при том, что она донор, их отношения обречены. В любом случае, они больше 7 лет не будут.
Осылайша ешкімнің көңіліне қарамай, тек сандарын сөйлетіп, бір айтса кесіп айтатын нумеролог Дәурен мен Ақботаның дәурені көпке созылмайтынын ашық мәлімдеді. Әрине, арада бала болған соң қос жұлдыз кездесіп те араласып та тұрады. Бірақ бұл қарым-қатынас осымен ғана шектеледі дейді ол. Дәурен мен Ақботаның туған күн даталарын қосып көріп, әдемі махаббат дастаны болып басталған бұл сезімнің немен аяқталары о бастан-ақ белгілі болды деп сөзін жалғастырды Клара ханым. Видите, с одной стороны сошлись, но долго не смогли ужиться. Почему? Потому что, с одной стороны, да, отношения, любые отношения, любовь – это обмен энергией. Что касаемо отношений энергетического плана, замечательно, но разная линия духовности. Дело в том, что и разная линия и в физическом плане. То есть энергетически они, с одной стороны, притянулись друг к другу, а ужиться не смогли. Потому что тоже объясним, потому что когда нет у обоих партнеров четверок, это вечная ругань в семье. Дәурен очень душевный, чувствительный человек, сердечный, как бы то ни было, который готов прийти на помощь. Хороший друг. Вот. Естественно, в их отношениях душевного тепла не хватает. Поэтому говорить о том, что это его женщина, его половинка, я об этом не скажу. Но на определенный этап времени она ему была дана. Сонда қалай, Ақбота Дәуренге сәттілік әкелген жұлдыз болса, әншінің келесі сөзінің жаны бар болып тұр ғой. Өз парақшасында Ақботамен қайта қосылдық. Енді бұл жайында сұрақ қоймаңыздар деп жазған Айдар Құловтың жазбасын Ақбота келесі күні-ақ жоққа шығарды. Дәурен біз біргеміз деп неге айтып? Білмеймін, мен блокқа тастаған. Пиар керек шығар. Қазір өкінішке орай қара пиар өзінің жұмысын жақсы жасайды. Қара пиар бізде тез таратылады, Инстаграм желісі арқылы, тағысын тағы. Сол себепті сондай арзан дүниелерге, жылтырақ дүниелерге қызығып, осындай әдейі дүниелер жасаған дұрыс емес деп ойлаймын. Өйткені ол үшін сен ертең күн жауап беретін боласың, қалайда ол сені алдыңа қайтып келеді. Кім біледі, Ақбота мен Дәурен арасында шын мәнінде махаббат та болған шығар. Әлде актердің бар ойы Ақбота айтқандай кеш юлік әнші арқылы танылу болды мекен? Оған нумерология жауап бере алмайды. Мүмкін уақыт өткеннен кейін Дәуреннің өзі бар шындығын ашып айтар. Ал әзірге Клара ханым Ақботаға еш мұңаймай, тек алға қарай өрлей беруге кеңес берді. Себебі оның сандары сәттілік әкелетін сыңайлы. Ақбота, что ей ожидает, сейчас я посмотрю. Кстати, этот год у нее, у Акботы, год десятки. Это слава, успеха, также рождение детей. Так что ей нужно быть, может быть, если она не хочет родить ребенка, ей, может быть, нужно проявить, и следующий год, 22, 23, 23 у нее год спада. Очень сложно. Почему очень сложно? Потому что обои нетерпеливы, обои ревнивы, обоим присущ дух соперничества. Конечно, сложно. Конечно, если бы Акбота научилась бы терпению, с одной стороны, да, она хороша, потому что, опять-таки, я проговариваю то, что она донор. Но, с другой стороны, вот эта эмоциональность присуща, часто ругаются, видно. Часто ругаются, потом начинают сожалеть об этом. Почему? Потому что вся проблема в том, что, понимаете, есть такое понятие полярный вампиризм. Тяжелые люди в быту, когда эмоции идут впереди. Вот у вас есть четверка, вы всегда промолчите, а им тяжело промолчать. Поэтому самое интересное, партнеры, у которых отсутствует четверки, они всегда друг друга обвиняют. Ты виноват, ты виноват. А на самом деле у них такой обмен энергиями идут. Кому-то нужно остановиться. Я бы ей посоветовала не торопиться именно в отношениях. То есть для начала ей нужно сделать карьеру. Вот когда будет карьерный рост, тогда в ее жизнь придет также любовь. Самый брак для нее замечательный – это 26 лет и 27. Это годы для нее судьбовластные. Когда ей, наконец, судьба предоставит вторую половинку. Дәурен не ее мужчина. Міне, енді барлығы түсінікті болғандай. Әрине, нумерология ғылымы тек сандар арқылы адамның мінез құлқына толыққанды сипаттама беретініне көзіміз жетті. Алайда әр адам өз тағдырының сәулетшісі. Қалай болғанын қаласа, солай болады. Мәселен, соңғы кезде өзін аса жақсы көретін көрермендерінің көңілін қалдырған Төреғали Төрәлі әлі де болса өзін кінәлімін деп есептемейтін көрінеді. Иә, әңгіме Павлодар қаласында әнші мен көрермен арасында болған оқиғаға қатысты. Сіздердің қарыз ақша алдым ба?
Қыздарыңызды алып қашып кеткенде болмаса. Бұл жағдайдан кейін Төреғалидің жанкүйерлер саны азаймаса арта қойған жоқ. Сахналық әріптестерінің де әншіге қатысты пікірі екіге бөлініп кеткенді. Бірі төрешті ақтап жатса, енді бірі салмақты айтыскер ақынның әдепсіз әрекетін түсінер емес. Жаңа видеоны басын көрмедік та, біз аяқ жағын көріп қалдық. Төреғалидің шығып кетсін ба деп атқан жерін. Оның алдында негізі әңгімелер болған екен. Одан кейін басқа видеоларды халық көрді. Ана кісі мысалға аузына келген айтқан. Ол кезде енді сабырлы бір адам болмаса, ол жерде шыдау қиын. Мысалға Төреғалидың орнында басқа біреу болғанда да сондай кетіп қалуы. Бірақ бір қателік тек сахнаны сыйлап, ол жерде мәдениеттілік танытып үндемей қалу керек еді. Мысалға менің басында бола қалған жағдай болса, мені келіп сахнадан ұрып атпаса, шамалға шыдауға дайынмын. Енді ойлаймын, сахнаға келіп ұрып соқпайтын шығар деп. Талай жағдайлар болып отыр ғой, концерттерде болады, ол залда отырған адам сөйлеп қалады. Кейде залға түсіп өлең айтқан кезде де кәдімгідей болып құлағыңа бір жаман лас сөздерді айтып беретіндер бар. Ол кездесіп жүрген жағдай ғой. Бірақ енді Төреғалидікі мүмкін бұл біреулердің әдейі жасағаны да болуы мүмкін. Әртүрлі жағдай болуы. Біз енді қасында болмағаннан кейін түсінбейміз. Енді халық кешіреді деп ойлаймын, себебі керемет әнші ұлдары. Сол себептен ондай жағдай болса мен өзім дайынмын деп ойлаймын. Негізгі тәрбие бойынша, өнердегі тәрбие бойынша, өнер сахнадағы тәрбие бойынша, өнер әлеміндегі тәрбие бойынша, сахнада өнер адамы шықты ма, халықтың алдына, мыңдаған халықтың алдына шықты ма, өнерін көрсетіп, сол халық демалып кетсін деген сондай арманмен, мақсатпен концерт қойылды ғой. Сондай әдемі концерт өту керек. Әдемі сөйлеп, әдемі концерт өтіп, халық риза болып кету керек болды. Міне. Мен енді 30 жылдан астым сахнада жүргеніме, бізде де болған концерт беріп жатқан кезде залдан сөйлеген адамдар болған мысалда мен айтар едім. Мен енді Төреғали бауырымды жамандайды деп тұрған жоқпын. Енді бір сондай бір болады ғой адамда, болады, ондай болады. Бірақ мен ондай кезде бізге де бірдеңе айтқан кездері күліп, ары қарай әнімді айта берген кездерім көп болған. Міне. Ол өнер адам сондай болу керек шығар деп ойлаймын. Енді менің ақылым шығар, Төреғалиға айтып атқаным, дөрекі сөз сахнада тұрып, ән айтқанымды міндетсінбей айту керек та. Міндетсінбей айту керек. Сенің әніңді, өнеріңді бағалап келген адамды бағалау керек, құрметтеу керек. Қандай жағдай болған күнде де. Сол жағын білмедім енді. Бірақ бәрібір қанша талантты болсын, қандай аспандағы жұлдыз болсын, адамгершілікке келіп тіреледі ғой, оның бәрі тәрбиеге келіп тірелетін шығар айналып келген. Кенет ам айтады ғой, жаманнан жақсы туса да, жақсыдан жаман туса да тартпай қоймас негізге дейді. Түбі қалпы дұрыс емес болса, ол бәрібір бір жерден бір бір жерден шығып тұрады бәрібір. Сондықтан мен ойлаймын, қазіргі жастарға сондай бір тәрбие, тәртіп, жалпы о бастан қаннан келетін нәрселер ма деп ойлаймын. Сол жетіспеушіліктен шығар. Оның үстіне бақты біреу көтереді, көтермейді, ол да бар. Аяқ астынан бағы жанып кеткен кезде адам түсінбейді қалуы мүмкін. Планетаға сыймай кетіп жатқан жастарды көріп жүрміз, өкінішке орай. Бірақ бәрібір Алла тағала тәубесіне келтіреді. Оны адам баласы келтіре алмайды, оны туған туысқан, қалай қалпы құйылды, солай кетеді ол бәрі. Тек Алла ғана тураламаса, оны айтпа бәрібір екен. Өзі алып кеп тәубемізге келтіреді ғой. Жалпы тәрбие, мен Алтынбек Оразбаевтың қасында жүргеннен кейін шығар, көп нәрселерді мен кішкене тежеп отырған. Бала күнімде әйтеуір өңшең жұлдыздардың ортасына тап түсе салу мен үшін де оңай болған жоқ, әрине. Бүкіл мектепте мысалы танып жатады. Мұғалімдер кейбір кезде көз жұмып қоя салған кездер болды, мысалға да, сабақ оқымай. Соның бәрі айналып келген кезде кішкене мінезіме бір кері әсерін тигізген кездер болды. Бірақ Құдайға шүкір, көкемнің қасында жүріп тураландық деп айтуға болады. Бізге жұлдыз болу ерте ғой. Иә, нумерологтан кезекті кейіпкеріміз Төреғали мырза туралы сұрастырып көрдік. Мүмкін әншінің бұл оспадар қылығын ғылыми түрде түсіндіруге болатын шығар. Төреғали родился в дату, называется День уверенности. Личность самодостаточная. Вот. Добрый, кстати, он такой добрый, искренний, доверчивый. Но что сделать? Наверное, большие глаза у него такие, да, удивленные свои взгляды присутствуют.
Но, к сожалению, есть такая черта у него, он даже не сознает на самом деле, что он может совершать плохие поступки. Этот человек есть момент зашуренности. Он видит мир в рамках. У него две крайности, черное и белое. И самое интересное, переубедить его в том, что он не прав, бесполезно. Потому что он считает, что он прав. Он на самом деле, можно сказать, даже нагло. Но обижаться на него нельзя. Потому что это тот человек, у которого своя правда. На самом деле, потому что, да, он считает, что он прав, он считает, что у него обостренное чувство справедливости. Он справедливо поступил. Почему? Потому что он сказал правду в глаза. Он же не скрыл, он же не стал строить интриги. Но это такой человек. Я думаю, что его близкие знают, что спорить с ним бесполезно. А критику он абсолютно не приемлет. Ну, нельзя критиковать. А очень много таких людей, которые критику не приемлют. Потому что видят мир, еще раз повторяю, в рамках. Для них существуют две крайности. Мир у них делится на черное и белое. Но мир-то еще другие краски существуют. Но это бесполезно об этом говорить. Бесполезно. Поэтому обижаться им нельзя. Самое интересное, ему всегда все будет прощаться. Он баловень судьбы. Если Кайрату Нуртасу не простится какие-то вещи, даже какие-то промашки, вот даже, я хочу сказать, про Аршавина, потому что нет семерок. Как правило, таким людям, если какие-то моменты, они отступаются, им долго будут помнить это. Тому же Кайрату Нуртасу. А Турегали всегда все простится и забудется, потому что он баловень судьбы, он приносящий удачу. Как Акбута, приносящая удачу, женщина-амулет, и он приносящий удачу. Самое главное, чтобы я рекомендовала бы Турегали, ну ладно, случилась такая ситуация, мы же не можем ее изменить, он же не может ее изменить, а что можно поменять? Отношение к этому. Вот. Переживать ему нельзя. И самое интересное, кто с ним будет работать, он принесет ему удачу. Поэтому, конечно, ему все достается трудом, тяжело. Вот. Он еще и ленится, присущ ему, но зато он не жадный. Вот. Ему нужно работать именно в партнерстве. Вот тогда ему удача повернется лицом. Клара Күзденбаеваның әрбір сөзіне сенетін Меруерт Түсіпбаева танымал нумерологпен жеке әңгімелескісі келеді екен. Себебі әнші өзін мазалап жүрген бірақ сұрақтың жауабын білгісі келеді. Қазіргі уақытта өзімнің өмірімде бәрі тамаша. Шынын айтам. Құдайға мыңда тәуба, шүкір, Аллаға шүкір. Бәрі тамаша. Мені алаңдататын бір ғана нәрсе. Ол менің баламның болашағы, баламның өмірі, баламның оқуы. Қазір 16 жаста өтпелі кезең, ертең жары қандай болады, құдағи қандай кездеседі, құда қандай болады деген сол ғана тақырып. Басқа нәрсе мені алаңдатпайды. Мен ең бірінші Клара ханымды кездестірсем, оған жабысатын едім. Менің балам туралы айтып беріңізші. Алтай аудан әлеуметтік желі арқылы бір-біріне сес көрсеткен әнші мен продюсер арасындағы әңгімені нумерологтан сұрағысы келмейді. Өйткені әнші Экс Есентаеваға қатысты айтқан пікірімде әлі де қалам дейді. Мен өз пікірімді білдіруге құқылымын. Әр адамда пікір болу керек. Мен мемлекеттік еңбек сіңірген қайраткермін. Менің осы мемлекетке сіңірген еңбегім жеткілікті. Құдайға шүкір, менің еңбек сіңірген қайраткер деген атағымды біздің президентіміздің өзі қол қойып тұрып мен алғанмын. Ол қазір еңбек сіңірген қайраткер деген атақ, халық әртісі деген атаққа сәйкес. Сол үшін мен өзімнің пікірімді, ол жаңағы баян ба, саян ба, қоян ба, ол бай ма, кедей ме, ол танымал ма, танымал емес пе, маған бәрібір. Мен өз пікірімді білдіруге Қазақстан Республикасының демократиялық қоғамда өмір сүріп атқан жаңағы қоғам қайраткері ретінде өзімнің пікірімді білдіруге құқылымын. Ой, Меруерт ханым, пікіріңізді тек Баян Мақсат қыз емес, барлық қазақстандықтар естіген шығар. Расында да Баян ханым айтқандай, рөл үшін басталған дау емес пе бол? Ал дауға нүкте қойылды ма өзі? Мәселе немен бітті? Солай ғана қалды. 2 хат жазылды. Қазір ол тағы да айта кетейін. 2 әйелдің ортасындағы кикілжің деп жаңағы продюсер ханым солай шығарғысы келеді. Бірақ ол мәселе ондай емес. Бұл ұлттық мүдде туралы. Кәдімгі үлкен
мәселе, оны қазақ үні сайты көтерген мәселе. Қазақ үні сайты жіктеп, Қозы көрпеш Баян сұлу сериалын жіктеп, қарап, тізбектеп, мына жерде мындай қателік, мына жерде мына қателік, жаңағы басты рөлде ойнап жатқан зам әкімнің қызы көзіне мынандай жаңағы кірпіктерді жабыстырып алған, ол тіпті қазақ тілін түзу меңгермеген деген сияқты оның барлық олқылығын жаңағы сен Қодарға тұрмысқа шығасың десе, ол айтады екен шешесіне өзінің Қодарға өзің дейді деп айтады екен. Енді бүгінгі күні 21 ғасырда өмір сүріп жатсақ та, мен дәл бүгінгі күні анам маған осы жігітке тиесің десе, мен олай анама айта алмаймын. Дәл бүгінгі күнгі былай қарасаңыз, енді бүгінгі современный адам болсақ та, сол үшін Баян ханым ол мәселені екі адамның ортасындағы екі әйелдің ұрыс керіс өсек аяңына айналдырмасын. 54 миллион қаржы ол мен сіздің көрермендердің салғынан жиналған ақша. Ол ақшаға жауап беру керек. Ол кісі айтып жатыр, массовкада 3 рет тамақтандырдық деп, жаңағы оларға ақша төледік. Мен массовкадағы балалар маған хат жазды. Ешқандай ақша төлеп, су да бермеген. Ол мемлекеттік жаңағы қалай еді, мемлекеттік тапсырыспен болғандықтан сендер жұмыс істейсіңдер деп біздің Жүргенов академиясының студенттерін алған, тамақ бермеген, ақша төлемеген, олар сусызда жүрген, олардың барлығы маған хат жазды. Бірақ енді оны қопарса, әрине ол әңгіме көп, әңгіме өте көп. Тағы да айта кетейін, Баян Алагузова бәлкім тамаша продюсер шығар. Ол кісі тракторшылар туралы, сиырлар туралы түсіре береді. Бірақ қазақ тілін жетік меңгермеген продюсер біздің ата-бабамыздан қалған ұлттық мүддеміз Қозы көрпеш Баян сұлу этносына әлі этносын түсіруге деңгейі әлі жеткен жоқ. Оны Баян ханым жетпеді деп қабылдау керек. Өйткені қазақ үні сайтында тағы да айта кетейін, мен емес, интеллигенция, зиялы қауым, ғалымдар, Қайнар Олжайға дейін, кәдімгі Қазақстан ұлттық арнасының бас редакторы Қайнар Олжаға дейін киемен ойнама, киенің киесі сатады деп талай мақала. Кіріңіз сайтқа, оқыңыз. Тағы да айта кетемін, бұл көрермендер бұл оқиғаны екі әйелдің ортасындағы кикілжің деп қабылдасаңыздар, бұл сіздердің сауатсыздықтарыңыз. Тек қана солай айта аламын.